бүкіл ата бабамыздың білегінің күшіменен, найзаның ұшымен бір қасық қаны қалғанша қанға боялып, ащы теріне малынып, су орнына ащы терін ішіп, қазағымыз, ата бабаларымыз жерге соғысып, қасық қаны қалғанша жер үшін соғысып, қазақ халқыма жер қалсын, келешекте қазақтарға жер қалсын, қазақ елім болсын, қазақтың жері болсын, қазақ халқы болсын деп, солар ата бабамыз өліп кетті. Сондай жерді сатып, жер астындағы байлықты сатып отырған биліктегілер, көздеріңді ашыңдар. Білектің күшімен, найзаның ұшымен жанын пида қылып, жанын қиып, жан ұясын өлтіріп кетсе де жерге бола, өмір сүріп жерге бола, келешекте қазақтарымызға жеріміз қалсын деп, басқа ұлттарға құл болмасын, басқа ұлттардың күңі болмасын деп, ата бабамыз жанын беріп, алған жерін сатып, жер байлығын орысқа сатып, 44 жасар. Ол не? Жер астындағы байлықты біле ма? Кім еді ол? Апта запчаспанен шұғылданып жүрген қазақтардың несібесіне байыған, бай. Сендер орыстан ақша алдыңдар ма? Миллиондап, оның жарымын береді екен, жарымын бермейді екен. Жарымын берді, қайсың қалтаңда кетті. Жарымын алып отырсыңдар ма? Малғындар жарымын қашан береді? Жарымын шақтаны істетіп, өз боғыңды өзіңе жегізеді. Өзіңнің табысыңды өзіңе жегізеді. Өзіңнің жер байлығыңды өзіңе жегізеді. Соғын бастарың жетпеді ме? Ол немене? Жер байлығын білетіғін бір профессор меді, жер байлығын оқып шыққан адам беді. Ол автоколона, машина, автобустарды оқып шыққан адам. Қазақ халқының несібесіне байыған, Қытайманан орысқа сатып, бүкіл қазақтың байлығын. Неге соған бастарың жетпеді? Неге мемлекетке қалдырмастан сатып отсындар? Ақшаға бола сатып отсындар ма? Сатқанды қашан қоясыңдар? Сондай өліп кеткен, жер үшін жаным пида қылып өліп кеткен бабаларымыздың әруағынан қорықпайсыңдар ма? Әруақ ұрғырлар, сендерді ұрмаса да балаларыңды, немерелеріңді әруақ ұрғанда, сонда барып қолдарың, бармақтарыңды тістейсіңдер. Соған ақылдарың жетпеді ме? Жарымы байлықтың, жер байлығының Қытайға кетеді, жарымы орысқа кетеді. Міне сендерге сол керек па? Кімнен қорықтыңдар? Путиннен қорықтыңдар ма? Урсултаннан қорықтыңдар ма? Жида болмаса, Урсултанның байлығын, триллиондарын, ұрық аймағындағылардың ақшасын қайтарып, жаңағы жер астындағы шахталарды жөндеуге бергендеріңде, бұл деген өте жақсы болар еді. Тоқаев мырза, ай Құдай біле, тазағанды қазақ емессің ал. Тазағанды қазақ болсаң мұндай болмас еді. Қаныңда қазақ жоқ сенің, Құдай біледі. Шықпа жаным, шықпа деп отырсын, Нұрсұлтаннан қорқып, Кәрім Мәсімовтен қорқып. Қасыңа өңкей жын шайтандарды, ақымақтарды, малғын топастарды жиып алып отырсың. Халық сенің досың, халықпанан достас. Шілік халықты аяқ асты қып қойдың ғой. Шілік халықты менсінбей кеттің ғой. Халықтың ашуына тиме, шыдамның да шегі бар. Қанды қаңтарда оққа омырауын тіккен біздің қазақтарымыз, ұмытпа. Ұмытпа бұны. Қанды қырғында да ата бер, атыңдар, кез келген адамды атыңдар деп, қанша адамдарды қырып тастадыңдар. Террористер. Жазықсыз жандарды шығарыңдар абақтыдан. Думанның не кінәсі бар? Қандай жазық қып қойды? Триллиондап жеп қойды ма? Триллиондап, миллиондап жегендердің бәрін 5 жыл, 6 жылға қамап, 1,5 жыл, 2 жылда шығарасыңдар. Жыланбаевты неге қамап отырсыңдар?
Жыланбаев бүкіл қазақ халқын, бүкіл мемлекетке таныстырды. Қазақтың атын шығарды Қазақстанның. Неге оны қамап отырсыңдар? Айтты сөзге бола қамама. Абықтыдан шығар Тоқаев мырза. Адамдардың көз жасына, адамдардың өлігіне қалма, қарғысына қалма. Тоқаев мырза. Қасыңдағыларды тыңдай берме. Қасыңдағының бәрі дұшпан. Досың халық, досың жастар. Жастарды тарт қызметке. Орысқа сатып ақшасын алып отырмай. Ол ақшаны сізге жегізбейді. Айналаңдағылардың бәрі бөліп алады. Ана министр басы жалтырап отыр. Қытай манан не екен? Қытай манан жаңағы біріккен екен. Жер байлығын десе, мен білмеймін Қытай манан біріккенін. Оны мен не естіген жоқпын деп отыр. Естімесе не жеп отыр? Не қып отыр? Министр бол. Басқа министрді сайла, білетінін сайла. Білмейтінді әкеліп, ақша берсе болды, қоя бермей. Мына посттан мына постқа. Қытай манан бірігеді екен. Неге білмейді ол министр? Қытай манан жер байлығын бірігіп жейді екен. Министр бұл нағып отырған. Қазақша да сөйлей алмайды. Есіз ана тілім қорбыған. Есіз ана тілім. Есіз ананың ақысы төсендерге қорбыған. Сосын айтарым, бүкіл мешіттің барлығын жатақхана істеу керек. Жатақхананы сатып алдық. Біз сатып алдық жатақхананы. Сол қонақ үйлер жаңағы мейманханаларда, ресторандарда сатып алдық. Общежитияға, жатақханаға дейді. Ол ақшаны кім төлейді? Ол ақша кімнің қалтасына шығады? Ол ақша халықтың несібесі. Неге сатып алады? Бүкіл мешіттерді жатақханаға айландырсын, балабақшаға айландырыңдар. Ойланыңдар, ойлап істеңдер. Назарбаевтан қалған өңшең жемқорлар. Босатыңдар орындарыңда. Жастарға беріңдер. 16 облыстан 16 депутат қаса жетеді. Қағандары қалғып, мүлгіп, халықтың несібесін миллиондап алып, ұқтап кетіп отыр. Жаңағы Ардақ деген бар еді, телевизорда, телеэкранды бермей жүрген. Сайланғалы беріп бір шыққанын көрмедім. Аманжол Әлтаев, бұған не болды? Қарағым Аусаға не болды? Жап жақсы болып Кентау, Теміртау деп шығып ең, сен де қорқып қалдың ба? Құдай берген жанды Құдай алады. Немнесіне қорқасың, ер азамат емессің ба? Сен де халықтың жағдайын айтпайсың ба? Халықтың жағдайы мүшкіл. Қазір 100 теңгелік нанды қарызға алып отыр біздің көршілеріміз, 7-8 баласы барлар. Бір ай болды дейді, қарызға алып отырмын дейді. Ертең балдардың ақшасы шыққанда бере салам, сонымен тағы қарыз аламын деп отыр. Нанды. Қара нанды, ақ нанда емес, қара нанды қарызға алып отыр. Аяқ киімін қой балдардың тегі, оны айтпай-ақ қой, оның қарызға алғанда батып отыр. Балаларының 22 мыңнан ақшасы не болады? 7-8 бала бәрі жеймін ішемін деп отыр. Барлығы азып кеткен, киімдері өрім, жырым. Жамап кидіріп отыр, тігіп кидіріп отыр. Неге ойламайсыңдар? Ойласаңдаршы депутаттар ұқтап келіп, ұқтап кетпей. Сонша 90 депутат бар ма, Құдай Алла, соның бәрін не істеп отыр ерде? Бірін қалдырмау керек, Ақорданы тазалау керек. 16 облыстан жарайды, 30 қасын, 30-ақ бола қойсын. Қағанның бір құрту керек. Депутаттар айналайындар. Бәпи, Жұлдыз, Дәулет, Нартай, Ринат, Мақсат, өнекейін жаңағы тағы да бар, бір 10 шақтысы бар. 10 шақтыдан қалғанның барлығын құрту керек, тазалау керек. Анау әділетті не дейді?
Қазақстанның заң әділеті. Әділетті емес, олардың бәрі әділетсіздер. Олар жемқорлар. Генерал майор болып отыр. Генерал болып немне? Қандай соғысқа барып генерал майор болып отыр олар? Халықты жеп сорғанына генерал майор болып отыр ма? Халықтың көзжасы қоймайды оларды. Алла тағалам да ұмыт кетті деймін. Осы сияқты жемқорлардың бәрін аузы басын қисайтып қоймайды Алла тағала. Енді тағы айтарым, Ринат қарағым, кеше сенің телевизордан телефоннан көріп қалдым. Мен қазақстандық емеспін, қазақпын. Қазақ болсаң ұруың кім? Ұру бар біздің қазақта, бір ғана қазақ халқында ұру бар. Сен 2002 жылы ма, 2010 жылы ма бір айтыста бір ақын айтты. Сенің нағашың Кәрім Мәсімов, сен Кәрім Мәсімовтің жиенісің деді. Сонда сен не айттың? Айтайын ба не айттың? Онда менің құлағымда, көзімде сау еді. Айтыс болса біз таң атқанша көретін едік. Сонда сен айттың, мен қазақпын, қазақтың баласымын, менің ұруым адай, әжемнің ұйғырлығы болмаса, қатынымның ұйғырлығы болмаса деп айтқасын. Ұмыттың ба? Кеше телефоннан көріп қалдым, қол телефоннан естіп қалдым. Міне сізді мақтаған Ринатыңыз деп айтты. Айтқаныңды айтайын ба не дедің? Мен ұйғырларды аралап келдім. Немнеге аралайсың ұйғырларды? Ұйғырларға жаның ашып отыр ма? Ұйғырлар өте бұзық. 15-16 жасар қазақтың қызын, қолында істеген қазақтың қызын 70 жастағы ұйғыр көрмегенін көрсетіп, боршалап, трубаға тығып тастаған. Аз ба? Әні, аралас мектепте де Қытайдың шекарасында, Қазақстанның шекарасында, Қытай манан жақын шекарада жам деймақ, не дейді? Құдай ау. Анау, сонда аралас мектепте ұйғыр балалар 4-5 бір қазақ баланың басын жары жіберіпті. Қазақ баланың миы операция отау жасапты. О бала өліп кеткенде қайтер еді. Міне сенің ұйғырың, нағашыларың. Байқа, сөзіңді сөйлеген сайын шілей, құлағың елеңдей бермесін. Ұруыңды айт, қазақсың ба? Адаймын дедің ба? Адайлықта тұр. Адайлар айналайындар, қайдасыңдар? Адайлар, адамдар, қайдасыңдар? Жаңа өзендіктер адайлар, шығыңдар. Ояныңдар. Жердің байлығын, жер асты байлығын біреуге сатып, жердің бетін тағы Қытайға сатып, мына сатқындар, жемқорлар, өңкөй құзғындар отыр. Көздеріңді ашыңдар, қимылдаңдар. Менің бабам айтатын еді. Бабам 92-ге келіп қайтыс болды. Бір қары сақалы бар, аппақ еді. 5 мезгіл намазын оқитын еді. Сол кісі айтатын еді. Ұрудың ішіндегі ең батыры адайманан жаңа орта жүздер, қайдасыңдар? Ата бабамыз жүзге бекер бөлмеген. Жүздің де жағдайын жасап, жүздіктер қандай болған? Орта жүздер кімдер еді? Ұлы жүздер кімдер? Кіші жүздер кімдер? Кіші жүздер кімдер? Орта жүздер кімдер? Ұлы жүздер кімдер? Олар қандай адамдар? Барлығын бөліп кеткен. Ояныңдар, жастар, ояныңдар, қимылдаңдар. Жер байлығын, жердің сатқандарын барлығына қарсы шығыңдар. Қырғыздың жігіттерінен үлгі алмайсыңдар ма? Қырып тастады. 1000 жігіт шықсаңдар бітті. Қазір қанды қаңтардың өткеніне 3 жыл болды ма? 3 жылда бір талай жағдайларын жасап қойған шығарсыңдар. Ойпырмай, осылар осындай болып жатыр. Әлде қалай болар екен? Ата бабамыздың беріп кеткен жерінің барлығы сатылып жатыр. Жігіттер, қам қылайық, әрекет қылайық, бізде қимылдайық. Тоқаев мырзаға түсіндірейік, жан жағындағыларға түсіндірейік демейсіңдер ме? Ұқтап жата бергенше. Жандағылардың қарны тоқ, қайғысы жоқ. Халықтар аштан қырылайын деп отыр. Әлі 32-36 жылдағының дәл өзі болайын деп отыр. 50 градустық суық келе жатыр. Қыз қылышын сүйретіп келе жатыр. Міне, біздің Шымкентте
Біздің Шымкентте 105-ші дом, 106-шы, 107, 108-ші домды астыңғы подвалы бірінші қабаты 3 жылдан бері бос тұр. Оны Айтеніп кімге аманат қып қойып кетті? Неге соны бермейсіңдер жылап жүр? 7-8 баласын сүйретіп, подвалда таппай жүр. Неге сендер соны қарамайсыңдар? Кімге аманат тастап кетті сол Айтеніп? Неге соны тексермейсіңдер? Бос тұр. 4 домның подвалы да бос, қайнап тұр. Подвалы да бос, бірінші қабаты да бос. Неге соны бермеске жетім жесірге жылап жүргендерге? Ойпырмай, жетімін жылатпаған жесірін кентіретпеген еді біздің бабаларымыз. Аштардың қарнын тойдырып еді, жалаң аштарды бүтіндеп еді үстін. Ойпырмай, бұл не деген сұмдық болды? Қазақтарым айналайындар, әрекет жасаңдар, шығыңдар, қараңдар, оң жақ солдықтарыңа. Қимылдаңдар, бұл деген болмайды. Егер бүте беретін болсаңдар, онша-мұнша билік басындағылардың, Тоқаевтан басқасының барлығы жалтырбастар, көк көздер, елді де қазақ қалқын да сат жіберейін деп отыр. Соған көздерің жетпей отыр ма? Соны білмей отырсыңдар ма? Орыс әдебиетіні бөтен оқытамыз деп. Не керегі бар орыстың әдебиетінің? Орыс әдебиетінің орнына қазақтың историясын оқыт. Мектепке, сабаққа бір аптада 2 рет кіргенінде жетеді орыстың тілінің. Енді орыстарын шошқасын оқытуымыз қалды ма балаларға? Әсті жол бермеңдер депутаттар. Өнекейін тағы айтарым. Бұл не деген сұмдық бұл? Әні, Ресейде қазақтар бар екен, Омбыда да, Орынборда да, Саратовта да, Новосібірде де қазақтар бар екен. Қазақ балаларын 4-ші сыныпқа дейін оқытады екен де қағандар тентіреп, басқа қалаға барып оқытады екен. Сол қазақтар барыпты оқу министріне, бізге қазақ мектеп ашып беріңіз деп. Жоқ, Россияда отырсын ба, орысша оқиды, орысша сөйлейді. Сенің қазағың керек емес депті. Әне, неге сендер соны айтамайсыңдар? Қазақстанда отырсын ба, қазақша оқы. Балдарың, қай ұлт болса да қазақша оқысын. Оқымай ма, кетсін, босатсын. Қазақ елін тазалаңдар. Көп ұлтты қазақпыз дейді. Көп ұлтты болмай-ақ қойдық. Қытайдағы қазақтарды жиыңдар. Соны мана көп ұлтты, соны мана Құдай қаласа көбейеміз. Олар нағыз қазақ. Қазақтың тілінің, қазақтың сөзінің қаймағын бұзбай айтады. Шіркін, олардың әндері, олардың тартқан домбыралары, тартқан күйлері, қобыздарын айтсайшы. Оны теледидарға да шығармайды, телефонға да шығармайды біздің көргенсіздер, штарлар, көргенсіз өңкей. Елім, жұртым деп келген азаматтар, азаматшалар ән шырқағанда, ана бір әнші бар, сары даланы айтатын, орындайтын. Сосын өнекейін. Әкем, орманым қайдасың? Әкем, сені сағындым, орманым, әкем деген әнді шырқағанда, біздер жылап отырып тыңдаймыз соны. Неге теледидарға шығармайсыңдар? Айтпақшыдай теледидарда сат жіберіпсіңдер ғой, Құдай-ау масқара. Кеше теледидарды қоссам, орыс, қоссам орыс, орыстың жағдайы, орыстың өмірбаяны. Ей, орыстың өмірбаянының бізге не керегі бар? Неге бізге десе құрып кетпейді? Уақытысында біздің қазақтарды қатар тұрғызып, алаштарымызды атпады ма? Алты алаш қазағым емеспіз ба? Барлығын қырды ғой, тірідей апарып көмді ғой, экскаваторменен көмді ғой. Керек болса 86 жылы да көмді ғой солар. Неге сендер соны ойламайсыңдар? Келіп, ой масқара, теледидарда сат жібердіңдер ма? Теледидар тазалаңдар. Бүкіл Қазақстанның теледидары қазақша сөйлесін. Жарнамаңды құртыңдар. Басып қалсаң жарнама, орысша басып қалсаң жарнама. Бірін-бірі өлтіріп атқан, бірінің байы, екіншісінің қатынның үстіне шығып атқан. Осы да тәрбие ма? Орыстарға бола береді ол. Бір бөлконан манан, бір бөтелка арақпанан қосылып өмір сүріп кете береді.
шошқаның саласын жеп алып құрт дегізіп. Неге сендер ойламайсыңдар? Масқара теледидар сатып жіберіпті. Қазақтар ояныңдар, теледидар сатқаннан кейін енді масқара ой бұл. Әрі журналистерді сатып жібересіңдер сендер. Сатқындар, жемқорлар, өңкей құзғындар ай. Ессіз ата-бабамның тастап кеткен жерлер ай. Ессіз анамыздың ақсұты ай, қорбалдау сендерге. Ессіз ай. Енді теледидарды сатқаннан кейін, журналистердің бәрін қамап тастағаннан кейін, бұл деген не масқара? Тұрыңдар, азаматтар ояныңдар, ояныңдар, жандарым қимылдаңдар.